Қазір уәденің қадірі кетті. Уәдені оп-оңай бере саламыз, орындамаймыз. Өкінішті. Сөйтіп, бір адамға кредит алып беріп, ақыр аяғында өзі міндетті болып, өзі шаршап жүр. Дәл осындай мәселемен бізге бір қарындасымыз келген. Келісімшартқа отырдық, сосын біз құқықтық талап жібердік. Соның нәтижесінде әлгі жаңа кредит алған адамның тарабы бір кредитін өтеп беріп жатыр. Енді қалған берешектерінде осы келіссөздер шеңберінде жауап беретін болып келісіп жатыр. Өздеріңіздің құқықтарыңызды қорғай біліңіздер. Қайтеді, қалай төлейді, оның жағдайы келмей жатыр, әне дейді, міне дейді, күндертеңмен шаршатып жүретін болса, сіздің де уақытыңыз өтіп кетуі мүмкін. Егер біреуге кредит алып беріп, сан соғып, қиналып жүрсеңіз, оның заңды шешімі бар. Өзіңіздің құқығыңызды қорғауды бастау керек. Егер де ол өзіңіздің қолыңыздан келмейтін болса, онда біз секілді заң компаниясына келіп жүгініп, мамандарға тапсырыңыз. Біз оларды ұйымдастырып, құқықтық талап жіберіп, сіздің құқығыңызды қорғау мақсатында тіпті сотқа да арыз жазып береміз. Егер де олардың әрекетте қылмыстың белгісі болатын болса, құқық қорғау органдарына шағымданамыз. Сөйтіп, құқығыңызды қорғау мақсатында тиісті процессуалды іс-шаралар жүргіземіз. Ал енді күндертеңіне сеніп жүре берсеңіз, алданып қала бересіз. Енді келешекте өзгеге жалпы кредит алып бермеңіздер. Өзге түгіл, өзіңе де алма кредитті. Сен сонда бай боласың.